Баршаларыңызға қайырлы кеш, құрметті қасиет бағдарламасының көрермендері. Бізде кезекті шығарылым. Бүгін қонақта Ақтөбе қаласынан келіп отқан жаңағыдай емші, көріпкел Тұрарбек Алдоңғарұлы. Тұрарбек мырза, қош келдіңіз. Қош көрдік. Тұрарбек мырза, енді қазіргі таңда сіз байқаймын, сіз емшілікті қолға алдыңыз. Вообще сізге бұл қасиет қалай қонды? Маған қасиеттің бағдарламаның өзі де күшті қойылған. Қасиетті қону өте қиын болды. Бұл қасиет мен бала кезімнен болды, бірақ та енді мен жастығым болар, бәлкім енді сенбестігім болды ма екен, ұстанған жоқпын. Бұл қасиеттен өте қиын жолмен келді. Мен қасиеттің қонуы кәдімгі мен денсаулықпен, бақытпен сыналдым. Жолым болмай, әртүрлі жаңағы денсаулықтан медицинада өте енді әркім әртүрлі айтып. Нақты диагноз болды ма? Нақты диагноз точно қойылған жоқ. Әркім әртүрлі жолмен андай білесіз ба? Өте қиын жол болды. Сбор ашып, кәдімгідей емделем деп өте көп жүріп қалдым. Соны сбор не үшін ашылды? Сіздің еміңізге ме? Еміме. Әркім жаңа біреу қант диабеті, жүрек асқынуы деп нақты жоқ. Бірақ барлығы болжам бойынша сөйтіп әрбеленге салып, бармаған емшім жоқ. Әркім біреу көз деген, біреу жаңағы саған сиқыр жасалған, дуа деп өте қиын жолмен сөйтіп. Қай уақытта қабылдадыңыз осы қасиетті? Бұл қалай қабылдадыңыз? Қалай келдіңіз осы жолға? Мен дейтін ізденіп, әртүрлі жаңағы айтқандай емшіліктерге барып, бір күні сол сіздің мына эфиріңізді көріп, сізге жолығып, сөйлескен кезде сіздің действительно менде қасиет бар екенін, мен ұстанбай жүргенімді сол кезде бірақ білдім. Оған дейін мен дейтін сенген жоқпын. Себебі әркім әртүрлі айтты. Действительно мен сол кезде барып көзім жетті. Қасиет қонған кезде ауырдыңыз, сол кезде сіздер енді болады ғой, көрдіңіз ба? Қалай түсіндіңіз қасиет екенін мысал ретінде? Бір белгілері болды ма? Денсаулықпен мен сыналған кезде, кәдімгідей арбаға таңылған күнім болды. Аяқтан шойылып, сондай бір күні мен жаңағы ұйқысыз, тіпті ұйықтаған жоқпын, ұйқысыз күндер болды. Сол кезде мен жаңағы өзімнің аталарымды көрген болатын. Олар маған аян берілді. Ол жаңа бұрында айтып тұрғанымдай аян берілді, бірақ мен өзім ұстанбай, білесіз ғой енді, қысым болды. Жаңағы үйдегілер айтты, сен дейтін қанша олай, сен мүмкін қуып жүрген шығарсың. Ертеңгі күні жаңағыдай білесіз ғой, недоказуемо қазір дейтін адамға дейтін басына түспей адам. Үй жақтан қолдау болған жоқ па? Мұндай қолдау болған жоқ. Ал қазіргі таңда, например, осы қасиетіңізге үй ішіңіз қалай қарайды сізге? Қазір анам, інім, өзімнің келіншегім болды. Қалғандары ондай жаңа шынымды айтайын, дос жоқ. Бір сөзбен айтқанда дос жоқ, туыс жоқ. Бәлкім мен ойлаймын, олар сенбейді, аяқ астынан неге бұндай болып кетті деген. Және қорқыныш бар шығар бәлкім, сөйтеді. Қоғамда да сондай ғой, адам екіге бөлінеді. Біреулер бірсе былай деп солай. Енді сіз емшісіз, еще көріпкел деп таныстырдыңыз өзіңізді. Енді көріпкелдер білесіздер, ол көреді, емшілер емдейді. Сіз болашақ болжайсыз ба? Мен болашақ болжауға жасамаймын. Болашақты көбінесе мен тек бағдар беремін. Просто менің білуімше сіз Құран аяттарымен ем жүргізесіз, ол қаншалықты дұрыс деп есептейсіз осы болашақ болжаған. Сіз енді дін жолымен больше рухани жақтан етесіз, рухани жақтан. Өте әдемі сұрақ. Мен жаңа айтып тұрмын ғой. Бұл енді жалғыз мені ойлап тапқан емес, бұл біздің ата-бабамыздан бар нәрсе ғой. Бар нәрсе болған. Мен тек бағдар беремін оларға. Жаңағы әрине бәрі Алланың қалауымен. Сізге адам қаралғанда сіз получается дін жағынан дінге сүйеніп көмек жасайсыз ба, немесе өзіңіздің жаңағындай сезіміңізге байланысты қабылдайсыз ба? Мен бір жағынан сезім арқылы сезем. Оның жаңағы мысалы адамдар келеді ғой, бәлкім менде осындай деген сияқты, менде мүмкін көз деген шығар, сиқыр деп, осындай проблемаларымыз болып жатыр деп. Мен оған тек жаңағы шеңберінен шығып кетпей, жаңа имандылықпен шеңберінен шығып кетпей, Қазірден адам қабылдайсыз? Қазіргі таңда адам қабылдағанда больше
көріпкел Тұрарбек па немесе емші Тұрарбек па? Емші деп дұрыс болады. Себебі мен адамның сиқырдың, мен өзім айтқандай барлығын көргенмін. Шынымен қасиеттің қысқанда қандай болатын, көз тигенде қандай болатын, оның дуаланғанда қандай болатын. Мына осы қиыншылықты көріп Али мырза, қазіргі таңда соның кілтін, өзің шығатын кілтіңді іздейсің ғой. Шығатын кілтімді іздеп жүріп, қазір ұстазға айналып кеттім деп есептеймін. Менің беріп жатқан жұмыстарым да нәтижесі осы деп есептеймін. Сіздің жұмысыңыз көмек па немесе бизнес па? Мына бірінші ол көмек, бірақ мынаған мен осыған табыс көзі ретінде қолданасыз ба? табыс көзі деп те айтуға келеді. Себебі мен жұмыс жасамаймын. Менің денсаулығым жетпейді. Мен денсаулығымды осы жолға толайын беріп тастағам. Сонда получается, жаңағыдай көріпкелден бөлек сіз жұмысқа тұра алмайсыз да? Менде кәдімгі инвалидсіз бар. Денсаулықты беріп қойған. Егер адам бірнеше ота жасалып, сол денсаулық кетті. Түсінікті. Егер адам қабылдайсыз ғой, ем қонбаған жағдайда адамға жаңағындай төлеген ақшасы қайтарыла ма? Әлбетте, бірақ енді бәрі енді Алланың қалауымен, мен қолымнан келгенше әрекетім жасаймын, бәрі енді Алланың қалауымен. Бірақ қазіргі таңда ондай ешкімге менің еңбегім, жасап жатқан жұмысым нәтижесін бермеген болмаған. Аллаға шүкір, әуелі Алла нәтижесін беріп Сізге көбіне сонда адамдар қандай сұрақтар мәселемен келеді? Енді адамдар жолы болмай, өз тығырыққа тіреліп, сиқырдың, дуаның, көздің әсерінен сол адамдарға көбінесе сондай көмек береді. Сиқыр шешкенде сіз көбіне тылсым күшке жүгінесіз бе немесе Құран аяттарға? Құран аяттарға. Ал қай кезде тылсым күшке жүгінесіз? Тылсым күшке жүгінем деп толайым енді айта алмаймын, бірақ болады ғой, адамның ішкі энергия сезесің ғой. Сол оның қай бағытта екенін, мысалы ода сиқыр ма, дуа ма, немесе көз бе деген сияқты өзіңді бірінші сезіп алу, сол кезде өзіме жұмыс жасаймын, сосын барып Құран аяттармен. Мен солай ойлаймын, Құраннан артық жоқ, ғалымдар бәрі зерттеп кеткен ғой. Сол Аллаға ең беретін шипаны да сол деп есептеймін. Енді сіз бізде тылсым күш бағдарламасының 3-ші бөліміне қатыстыңыз, бірақ өкінішке орай өте алмадыңыз. Қалай ойлайсыз, не себептен? Тәжірибе жетіспеді. Себебі мен алғашқы өзім қобалжыдым, және тәжірибем аздау болды, жетпеді. Өзіңізге сенімділік аз болды? Сенімділік аз болды, дұрысырақ. Енді сізге айтарым, енді сізге де бізде бағдарламада болғанда хейт көп болды, шыны керек. Бізде көп адамдар сенген жоқ. Вообще өзіңіз жаңағыдай сынға қалай қарайсыз, сөзге қалай қарайсыз, комментарийға қалай қарайсыз, негативді? Енді біз экстрасенс көріпкел болғасын, энергиямен ішкі түйсікті өткізесің. Адамдар даже келген кезде де өзінің жүрегінен, өзінен өткізіп сезетін болғасын, өте сезімталмын. Кейбір кезде болады, жүрекке, адамбыз ғой енді. Қандай демегенмен адамбыз, жүрекке қабылдап қалады. Менің отбасыма, бала шағама, анама тиіп кеткен сөздер енді өте қатты тиеді. Сол кезде сіз қалай күресесіз осынымен? Қазіргі таңда оқымаймын деп шештім. Басында қатты тиді. Аллаға әйтеуір, Алла дейміз ғой. Солай әйтеуір өзімді солай алып шығамын. Отбасыңызға тоқталатын болсақ, сіз үйленгенсіз? Қанша бала шағаңыз бар? Менің Аллаға шүкір 5 бала шағым бар. 4 ұл, 1 қыз. Аллаға шүкір. Сол қазіргі таңда әкеміз. Вообще балаларыңызда өзіңіздің қасиеттің белгісі байқала ма? Олар әлі кішкентай, олар тіпті қазір мектепте оқиды, ол білмейді. Қасиеттің мен ондай өзімнің бала шағама келгенде мен оны қарамаймын да. Тылсым күш бағдарламасына қатысқаннан кейін өміріңіз өзгерді ма немесе қандай өзгерістер болды? Өте күшті сұрақ. 180 градусқа өзгерді. Қай жағынан өзгерді? Мен сол кезде кәдімгі кішкентай ғана Ақтөбе облысы, Хромтау ауданы, Қарлау дейтін, Бүгітсай ауылына қарасты Қарлау дейтін кішкентай ғана 20 шақты түтіні бар ғана, 20 шақты үй бар, кішкентай ғана ауылда тұратынмын. Даже мен басыма қойған бақ қой, енді бұл әуелі Алла, одан кейін сіз себепшісіз, Али мырза, көп-көп рахмет. Кәдімгі 180 градусқа өзгертілді. Адамдар тани бастады,
және өзімді осы жолға өзімнің бағытымды дұрыс екенін білдім. 180 градусқа өзгерді. Қазір денсаулығымда шүкір, барлығы Аллаға шүкір, қазір өте жақсы. Қазір бізде енді сіз білесіз, қоғамда көріпкелдер өте көп. Біреу дуа жасап жатады. Вообще сіз қаншалықты өзіңіз осы сол біздің жұмыс жасап жатқан көріпкелдерге сенесіз? Қалай ойлайсыз, кімнің, қай көріпкелдің жұмысы таза, қай көріпкел дұрыс жұмыс жасайды? Өте керемет сұрақ. Қазір өкінішке орай өте сиқырмен, қара магиямен, дуамен айналысатын адамдар өте көп. Оның зардабын көріп жатқан адамдар да өте көп. Бұл енді дұрыс емес. Шариғат жолында адами тұрғыда да өте дұрыс емес. Мен өзім ойлаймын, енді Аллах Тағалаға бар. Сол ертеңгі күні барлығы сұралады. Шеңберден шықпау керек деп есептеймін. Өзіңіз 5 уақыт намаздасыз? Иә. Аллаға шүкір, 5 уақыт намаздамыз. Осыған мен шынымен де менің өзімде де күмән болған. Ондай жоқ деген, сенбеген, сиқырдың да, дуаға да ондайға вообще былай сенген жоқпын. Сөзін шыны керек. Бірақ адам басына салмай түсінбейді екен оны. Адам өзі басына салады, сол кезде барып түсінеді. Ненің не екенін. Ал Тұрарбек мырза, сізге үлкен рахмет осылай келіп бізге сұхбат бергеніңізге. Ал құрметті көрермендер, бізде қонақта болған Ақтөбе қаласына арнайы келіп, жаңағындай сұхбат беріп, өзінің шын ақтарып бөліскен ол бізде Тұрарбек мырза, жаңағындай емші, көріпкел. Сіздермен бірге болған мен Али Хайдар.